хотела докажешь, что он звезда. Я буду твоими крыльями. Арманым көп менің. Бизнес ашқым келеді. Нәрсеге у родителей отырғым келмейді. Бұрылып тұрып қалайды инвалидке. Сыртқы қауіпке қарамастан, жағдайға бейімделе отырып, сабырлық сақтай білу парасаттың ең жоғарғы көрінісі. Жарты ғасырға жоқ журналистік ғұмырымда талай тағдырлар туралы қалам тербеппін. Бірақ дәп бүгінгідей тағдыры тауқыметке толы ерекше жан турасында сыр шертіп көрмеппін. Негізінде менің әр шығарылымым толғаныс үстінде туады. Бірақ бүгінгі толқудың мәні де жөні де бөлек. Менің кейіпкерім мына үйде 4-ші пәтерде тұрады екен. Шамасы 1-ші қабатта тұратын болу керек, қазір көрейік. Динараның таңғажайып тағдыры туралы естігенде, мүмкіншілігі тым шектеулі қызды 12 мүшесі сау адамның қолынан келе бермейтін жетістіктерге жетелеген қандай құдірет деген сауал мазалай берген. Өмірде өзіңе қызық болған нәрсеге сен қол жеткізуге тырысасың ба, жоқ болмаса жоқ бұл маған қол жетпейтін нәрсе екен, қиын екен деп қоя саласың ба? Жоқ, қоя салмай. Мақсатыңа қол жеткізбейінше қоймайсың. Қайтпас қайсарлық, таймас табандылық, еңбекқорлық және өзіне деген нық сенім. Оны жағдайға емес, жағдайды оған бағындырған осы қасиеттер. Тағы да ол білімді әрі ақылды. Қай универге түстің? Московская финансово-промышленный универ. Оны онлайн бітірдің ба? Да, онлайн бітірдім. Дипломын алдың? Да, дипломын алдым. Сонда қандай мамандық алып шықтың? Бухгалтерский учет. Екі қолы жұмыс жасамаса не болады екен? Одан трагедия жасаған Динараны көрмедік. Бар шаруаны аяғымен ақ тындырады. Сонда шаруаның бәрін, тіршіліктің бәрін аяғыңмен істейсің. Иә. Аяғыңмен еркін істейсің бе барлығын? Иә. Ваннаға түсем киінемін өзім. Атақ өзім балаларым істеймін. Тамақты да аяғыңмен өзің іше аласың. Иә. Тағы не істей аласың аяғыңмен? Кесте тіге аласың. Да. Тоқай аламын аяғыммен. Тоқи аласың ба? Специальный емес, специальный кестелер болады. Саусағымен тігеді. Тоқитын. Иә. Оны қайдан үйрендің? Ютубеден. Ютубтан үйрендің. Бұл ма? Динара аяғымен бисірлі кесте тігуді де меңгерген.
Бұл Динара аяғымен тіккен бисірлі кестелер. Барлық әлеуметтік желілерге шыға аласың, жұмыс істей аласың. Иә. Ал компьютерде жұмыс істеуді қайдан үйрендің? Мысалы, көптеген адамдар компьютерде жұмыс істей алмайды қазір. Өзім кішкентай кезімнен үйрендім. Бұл өмірге кемтар болып келгеніне қарамастан, Динара тіршілікке бейімделе білді. Рухы сынбады, жігерін жанып, қуатын қайрады. Ауыртпашылықпен арпалысты. Қолдың тірлігін аяғымен атқара жүріп, өмір сүруді үйренді. Адамның қаперіне кірмейтін қадамдарға барды. Будущем жалғыз келмеді. Мама, папа, қартайып, шал менің кемпір болады. Вечный емес қой. Сол үшін бала туғым келді. Поддержка болсын деп. Сәбиді өмірге әкелу қиын болды ма? Жоқ, жастары қорқытты. 6 айға дейін белі ұстамайды. Белін ұстамайды деді. Жоқ, мен ұстадым. 9 айға дейін. Ұл бала дүниеге келді. Иә. Өмір деген жер бетінде тәжірибе жинақтау үшін берілетін сынақ алаңы. Таңдаулы жандар ғана ең ауыр сынақтан сүрінбей өтеді. 12 мүшесі сау адамдар мен кемтар жандардың айырмасы қандай сынақ алаңында жүргендігінде ғана. Біреуісі айтыпты мамаға. Бәрі инвалидтерді жинап, бункерге қамын ұстау керек депті. Сол адам осы айтқан сөзін сенің көзіңше айтса, сен сол адамға не айтар едің? Мен айтар едім, басына келмегенсің, сен солай айтып айтсың деп, басына келер болса, айтпайсың деп, енді дүзе деп айтар едім. Сенің санаңнан тазарақ келеді. Осы естігендерімнен кейін айтарға сөзім болмағасын, үнсіз күрсіндім. Таршылық адамды шынықтырады, баршылық адамгершілікті ұмыттырады. Америкада, Англияда, Дульцедан ауыздары аңқайып қарамайды инвалидке. Қараса да, сесімді қарайды. Ал бізде бұрылып тұрып қарайды. Еркеніште қарайды кейбіреу. Жалғыз пені қарайды. Кемтар жандардың жағдайы төрт құбыласы сай адамдар үшін тауқыметі мол, рақымы аз, азапты тіршілік болып көрінеді. Сондықтан да одан ат-тонын ала қашады. Ал Динара үшін бұл қалыпты жай. Жоқ мүмкіншілікті бар етіп өмір сүргісі келген менің кейіпкерімнің басқалардан артықшылығы барша жанға тән ішкі қуаттың көзін аша білуінде. Себебі ол өмір дегеннің адам баласына берілген ең ғажайып сый екенін бәрімізден жақсы түсінеді. Динара, менің өзім жазған кітабын бос уақытында оқырсың. Рахмет. Сол жақ аяғың жақсы жұмыс істейді екен, Иә. Динара өміріндегі таңғажайып жайлардың бірі,
Режиссерлер Азиз Заиров пен Мұхаммед Мамырбековтың «Девушка и море» толықметражды фильмінде ДЦП диагнозымен ауырған Әсел есімді бас кейіпкердің рөлін сомдауы. Фильм мазмұнының негізі Динараның өміріне құрылған десе де болады. Я хочу выйти за тебя замуж. Как мы будем жить? Я безработный. Ты же клянешь меня. Ты еще Оскара получишь. Қалай ойлайсың, актриса болу оңай ма, қиын ба? Инвалидтерге қиын, управлять мимикой қиын. Ол өз образын өзі ойнап шықты. Это ты во всем виновата. Оскар гений, а я дурак повелся и чуть не женился на тебе. Турцияда, Қапшығайда, шай бойы түнімен күнімен актерларды қайнап, өздерін қайнап, операторлар қайналып жүрдік қой, әйтеуір. 2020 жылдың күзінде Лондонда Динараға ең жақсы актриса деген марапат табысталды. Немен шұғылданасың бос уақытыңда? Естедік. YouTube көрем. YouTube арнамды аштым дедің. Ол YouTube арнаңда не көрсеткің келеді сонда? Құлай тамағын жасайып тұрмында аяқпен. Аяқпен тамақ жасай аласың ба сонда? Қандай тамақтар пісіре аласың? Көп табағын білем. Айтшы, Динара, бақыт деген ұғымды қалай түсінесің? Мен үшін бақыт близкий адамдарымның ауылым мамамнан күліп жүргені, баламнан күліп жүргені. Қандай сериалдарды көргенді ұнатасың? Учительный дейді ғой. Өмірге үйретеді. Иә. Подругаларым айтады, сен бізге мотивациясың. Маған қарап, талпынамын өмірге. Ал сенші, саған қандай, не нәрсе мотивация береді саған? Не нәрсе сені өмірге шабыттандырады, өмірге талпындырады? Мен олай ойламаймын. Кейбіреуі таңғалады. Ой, аяқпен жасайсың ғой. Керемет деп нетеді. А мен керемет. Нетпеймін. Сезінбейсің. Для меня это выживание. Жер басып тірі жүруді жай ғана пендеге тән құбылыс деп, мәнсіз тірлік кешетін қолаяқ сау жандар қаншама. Бәлкім, Динараның түр-тұлғасы басқалардан артық емес шығар, бірақ оның жүрегіндегі жалын айналасындағылардікіне қарағанда әлде қайда жарық болып көрінді. Өмір сүруді үйрендің, е? Иә. Үйрендің. Әлі де тағы не үйренгің келеді өмірден? Арманым көп менің. Байып көтеремін. Но өзім үшін емес, қайырымды үшін. Сол үшін бизнес ашқым келеді. Жүрегіне жет. Ғалымдардың айтуынша, адам армандаудың нәтижесінде өмірінің соңғы нүктесін кейін шегіндіреді екен. Демек, армандау адам ғұмырын ұзартады деген сөз. Адамда арманның болуы қандай ғажап. Сол арманға жетуге ұмтылу, күресу одан да ғажап. Қазіргі тапқан табысың бизнес ашуға жете ме? Шүкірім бизнесқа жетеді. Жетеді. Өзіңді өзің асырауға жетеді, тіпті кішігірім бизнеске жетеді. Балаңды асырауға да жетіп тұр, солай ма? Иә. Демек, анаңа да, балаңа да, ешкімге де, жақындарына да салмақ салғың келмейді. Өзің асырап отырсың. Иә. Сағым келмейді, басқа инвалидтерге. Ұқсағың келмейді. Иә. Неге? Наши у родителей отырғым келмейді. Ата-анаңның мойнына отырғың келмейді. Иә. Мына қайда жатыр мәселе. Көбісі инвалид отыр ғой. Жұмысты салмай, нетпей, ұрбиып. Жұмыс жасауға мүмкіншілігі бар деп ойлайсың ба? Иә, бар. Мен
етіп жүрмін ғой, қолымды санаса да. Жанары көрмейтін жандар бар ғой, олар қалай бизнес жасау керек деп ойлайсың? Көп андай көзі көрмейтіндер өздері барып, өздері келеді жұмысқа. Адам өмірі тек физикалық мүмкіндіктермен өлшенбейтін күрделі де терең құбылыс екен-ау. Көбімізге Динараның өзі қайырымдылықты қажет ететін жан болып көрінеді. Ал ол болса, басқаларға қайырымдылық жасау үшін еңбек етіп, мол қаражат таппақ. Сонда қайырымдылық деген ұғым мен оған апаратын әрекеттің шекарасы қай тұста? Путешествияны жақсы көремін да мен. Бұған дейін сапарлап көрдің ба? Я Қайда бардың? Турцияға бардым. 4-5. Дубайда болдым. Дубайда болдың ба? Дәді мен екіқабат болдым сол кезде. Солай да. Аяғың ауыр кезге бардың ба Дубайға? Әдетте қатардағы адам 2 минуттан кейін оттегісіз есін жоғалтады. Әлемде 24 минут 3,45 секундқа дейін ауасыз тірі қалған адам бар көрінеді. Ал Махатма Ганди 21 күнге дейін нәр татпай жүре алған дейді. Әрине, бұл әр адамның жаратылысына, физикалық дайындығына, рух күшіне де байланысты. Бірақ осыларды дамытуға болады. Ол үшін адам мүмкіншілігі шектеулі деген санадағы шектеулер мен кедергілерді жою шарт. Бұған дәлел біздің бүгінгі кейіпкеріміз Динара Шәріпова.